Мен қазақтың баласы. Өлең авторы Жігер Елеусізұлы. Өлеңді оқыған Ақылбек Жаңабай. Әлі күнге жаңғырған, ерлікпен қылған жан құрбан, алып дала төсінде ғұн бабамыздың қалдырған, желкесінен желкелеп Қытайға қорған салдырған, Атилла болып ат ойсап, Римді естен тандырған мен ғұндардың баласы. Анталап келсе жақ-жақтан, намыстан қалай аттатқам, сыр бойынан өткізбей, шығысқа қолын жеткізбей, Ескендірдің әскерін сақ бабам менің тоқтатқан, мойындатып әлемге тарихтан тағылым жаттатқан мен сақтардың баласы. Әлемнің түріп түнегін қайтадан міне түледім. Түрік қағанат кезінде алып едім, әредім. Қара теңіз, тынық мұхит арасында күн едім, уысында ұстаған Еуразияның жүрегін. Мен боламын, мен едім көк түріктің баласы. Бейбарыс бабам тұсында әмірлік қылып Мысырға төтеп беріп ерлегем кәпірден келген қысымға. Керей менен Жәнібек басыма қонған бағым ет. Қасым ханның тұсында мені әлем танып ет. Жоңғардан келген тасқынға бөрілі байрақ астында абылайлап ұран сап, қалмақты жем қып қасқырға, намыс үшін жан беріп, намыс үшін жан алған мен қазақтың баласы. Күлімде халқым, күлімде, тәуелсіз еліміз бүгінде, армандап өткен сан бабам шабатын туды күніңде. Жауым көп деп түңілме, сабыр етсең күн туар, арқадан түсер жүгіңде. Мынаны біл қазақ, қуатың сенің дініңде, рухың сенің тіліңде, әрекет еткін ағайын, бірлікте өмір сүруге. Иманыңа тістей қат, шайтанға еріп бүлінбе. О, әлем, күт бізді, паңданбай бері үңілде. Сақ пен ғұнның ұрпағы, қазақиям тақ өзін танытар саған түбінде. Көк туым көкте, төбемнен күлген ғажап күн, Аллаға шүкір, айбынды елмен азатпын. Атырау Алтай жетісу сырдың арасын, жайлаған мәңгі қасиет туған қазақпын.